Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге осындай үй жағдайында трубочканың формасын жасауды көрсетемін. Ол үшін бізге бар болғаны қағаз және фольга қажет. Міне осындай темір форма сияқты қолдан да үй жағдайында фольга мен қағаздан осындай трубочканың формасын жасауға болады. Кез келген қағазды пайдалануға болады, ол жазылған болуы мүмкін, немесе осындай таза, тіпті газетті де пайдалануға болады, және бізге осындай фольга қажет. Ең алдымен қағазды алып, осылай бұрыштарын келтіріп аламыз. Дәл видеода көрсетілгендей етіп үш бұрышты жасаймыз. Содан соң мына артылған бөлігін қайшымен қиып алып тастаймыз. Ол қағаз бізге керек емес, оны мүлдем алып тастаймыз. Фольганы алып, осылай оны да үш бұрышты формаға келтіреміз. Енді жаңағы қиып қойған қағазымызды осылай шетінен бастап, ортасына қарай айналдыра көлек жасаймыз. Жоғарыда шығып тұрған бөліктерінің барлығын ішке қарай осылай қайырып шығамыз. Сол кезде біздің формаларымыз әдемі болып тұрады. Міне осылай қолдарыңызбен жасасаңыздар өте ыңғайлы, және ол формасын жақсы ұстайды. Міне біздің қағаздан жасалған көлегіміз дайын. Енді ол көлікті алып, фольгаға да саламыз, және тура жаңағындай қимылдарды қайталаймыз. Міне осылай шетінен бастап, ортасына қарай айналдырып шығамыз. Міне осылай біздің фольгамыз толығымен жаңағы қағазымыздың бетін жабады. Жоғары жағында шығып тұрған бөлігінің барлығын осылай ішіне қарай қайырамыз. Осылайша біздің формамыз дайын болды. Өте оңай жасалады, және осылай өзінің формасын да жақсы ұстап тұрады. Жылдам үйрену үшін жасалу жолын бірнеше рет сіздерге қайталап көрсететін боламын. Осылай қағазды үш бұрыштылап аламыз. Артылған бөлігін қайшымен қиып мүлдем алып тастаймыз. Содан соң фольганы алып, оны да үш бұрыштылап, үш бұрышты формаға келтіреміз. Дайындап қойған қағазды алып, осылай шеткі жағынан ұстаймыз, және оны осылай ішке қарай ораймыз. Сонда бізде осындай көлек шығады. Жаңағы жоғары жағында шығып тұрған бөліктерінің барлығын осылай ішке қарай қайырып шығамыз. Қағаздан жасалған форманы дайындап алғаннан кейін фольгамен де тура жаңағы қимылдарды қайталаймыз. Шеткі жағынан ұстап, оны ортаға қарай осылай орап шығамыз. Міне осылайша қағазды да фольгамен толық жабамыз, шеттерінің барлығын осылай ішіне қарай кіргіземіз. Тағы да біздің келесі формамыз осылайша дайын болады. Бұл формаларды кез келген қағазбенен жасауға болады. Мысалға, менікі сияқты ақ парақты алып, немесе жазылған түрінде, тіпті газетті де пайдалануға болады. Үйде қандай түрі бар, соны пайдалана беріңіздер. Бастысы, оны фольгамен орауды ұмытпаңыздар. Егер фольгамен орамайтын болсаңыздар, ол пешке салғаннан кейін күйіп жанып кетуі мүмкін, немесе жаңағы ораған трубочкаларыңыздың қамыры сол қағазға жабысып кетуі мүмкін. Сол себептен міндетті түрде фольганы қолданыңыздар. Бұл форманы 100% сеніммен сіздерге ұсына аламын, себебі өзім дәл осы форманы бірнеше жылдар бойы өте ұзақ уақытта қолданып келе жатырмын. Тек кейіннен ғана темір форманы алдым. Негізінде қолда бар құралдармен жасалатын ас үйге өте керекті заттарды жасап алуға болады. Сіздер де дәл осылай жасап, өздеріңіздің отбасыларыңызға үй жағдайында формаменен трубочкаларды пісіріп берулеріңізге болады. Отбасыларыңыз өте қуанатынына сенімдімін, себебі бұл балалардың және үлкендердің өте жақсы көретін астарының бірі. Ас үйде қажетті форманың болмағандығынан, немесе дүкендерде табылмағандығынан адамдар өздеріне ұнайтын тағамдарды жасауда қиындыққа түсіп жатады. Сол себептен осындай үй жағдайында қарапайым заттармен жасалатын формаларды пайдаланып, өздеріңізге қажетті ұнайтын тағамдарды жасауға өте ыңғайлы.
сіздер де дәл осылай жасап көріңіздер. Жылдар бойы қолданып келе жатқан формалар еш уақытта қамыры жабысқан емес және күйген емес. Сіздерге лайфхак пайдалы болды деген ойдамын. Видео сіздерге ұнаса, пайдалы болса, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.